Ал келесі персонаж ол Ербол. Ербол Абайдың досы, адал досы, әрқашан қасынан табылған кеңесші рөлін атқарып, Абайды қолдап жүрген әрбір сәттерде. Және Ділдә бар, ол Абайдың анасы. Төртінші кезеңге келетін болсақ, бұл салт дәстүрлер мен рәсімдер. Шығармада қазақ халқының көптеген салт дәстүрлер аталған. Атастыру, қалың мал, жер дауы, жесір дауы, ас беру, баланы сүндетке отырғызу, кепіл беру, тағы да басқа бір қызық салт дәстүрлер ескерілген. Атастыруды көретін болсақ, бұл жерде бағанадан мен айтып жатқан Тоғжан мен Абай оқиғасы. Ал қалың малға келетін болсақ, бұл Абай жолында да келін түсірілген кезде келіннің ата-анасына қалың малын төлейді. Бұл ол уақытта ол өте көп мал санымен төленетін болған. Сол себептен де бұл қалың малдың бір жаман жағы, жағдай жоқ кедей адамдар үйлене алмай қалып кететіндей қаупі болған. Себебі қызға қалың мал төлей алмайды. Жер дауы, яғни ол рулар арасындағы тартыстар. Бұл жер дауына бөлек тоқталатын болсақ, бұл кезде Құнанбай мен Бөжейдің арасындағы екі тартысты көруге болады. Бұл жерде жер дауы да, жаңағы кепіл дауы, адам өлтіру, адаммен алмасу, бұл жерде барлық қандай қатыгездік бар, соның барлығын осы жердегі дәстүрлерден көруге болады. Бөжей мен Құнанбай екеуі жер үшін таласады, сол үшін бір-бірінің адамдарын өлтіреді. Және соңында татуласу кезінде Абайдың кішкентай ғана қызы Кәмшат дейтін қызды осы үйге кепіл қылып беріп жібереді Бөжей ауылына. Ал Бөжей оған тіпті қарамайды, жай ғана аштан қатырып, жас ғана кіп-кішкентай 4 жасар қызды өлім аузына қиып жібереді. Жесір дауы, жаңа қалыңдық өлген жағдайда оның туысын алуын байқаймыз. Және ас беру, бұл жерде Құнанбайдың ас беруін көреміз. Бірақ бұл жерде Құнанбай ас берген кезде оның жұмысын Абай мен Ербол алады. Және Абай мен Ерболдың арқасында осы Бөжей ауылының, Бөжей қайтыс болғаннан кейін, сол ас бергеннен кейін Абай мен Бөжей ауылында қандай да бір жақсы қарым-қатынас пайда бола бастайды. Және баланы сүндетке отырғызу, нағашы жиен мен Абайдың қарым-қатынасы, яғни Абай мен нағашыларының ара-қатынасы, бата беру, тағы да басқа салт дәстүрлерді көруге болады. Ал енді бұл кезде ашылған жаңалықтарды айтатын болсақ, шығарма арқылы 19 ғасырда қазақ қоғамының бізге деген шынайы тұрмысын, әлеуметтік құрылымын, мәдениетін, қазақ даласының тарихи жағдайын және осы уақыттағы ойшылдардың дүниетанымын, ойларын көрсетеді. Мысалыға, Абайдың орыс әдебиетін оқып, Пушкин мен Лермонтовты аударуы сол кезеңдегі бір мықты, бір озық идеялардың қазаққа әсерін көрсетеді. Себебі ол уақытқа дейін басқа елдің жазушысын аударып, оны шығару ондай көп кездеспейтін. Ал Абай білімді, басқа елмен қызықты, басқа жермен қызықты, және соны көрсетіп халықты білімге тартқысы келді. Сонымен қатар бұл жерде Абайдың қара сөздері бар. Сол қара сөздер арқылы адамның рухани және басқа да әдет ғұрып жағынан дамуына терең үңілуге үйретеді бізге. Осы уақытқа дейін маған бір ең ұнаған үзінді бұл сен де сүй, сүйінші өмірді және халқыңды дейді. Яғни сен де сүй, сүйінші өмірді, досыңды, халқыңды. Бұл жолдар өмірден түңіліп кеткен, тек мал тауып жүрген қазақ халқына деген, қазіргі тілмен айтқанда мотивация, өмірге құштар беретін, өмірге деген махаббатты, позитивті көзқарасты бізге насихаттайды. Бұндай сөзді естігеннен кейін адам қанша түңіліп жүрсе де,
бірақ сен де сүйінші өмірді деп тұрғанда, бұл өмірді неге сүймеске деген ой келіп, адамға өмір сүруге деген құштарлығы асады деген ойдамын. Тағы да басқа бөлімдерге келетін болсақ, бұл Абай мен Құнанбай арасындағы көзқарас қайшылығы бәріне қызық. Яғни романда Абай мен Құнанбай арасындағы қайшылық, ескі мен жаңа, дәстүр мен жаңағы басқа да заманның өзгеруінен прогресс болып жатқан кездегі Абай мен Құнанбайдың тартысының көрінісі. Құнанбайдың дінге, билікке негізделген өмір сүру тәсілі, Абайдың білім мен адамгершілікке негізделген және соған сүйенген көзқарасы, екеуінің арасында өте үлкен айырмашылық бар. Және осы кезде Абай мен Құнанбайдың мінез көзқарастары қайшыласып қала береді. Мысалға, бұл жерде ең байқайтынымыз Қодар мен келін екеуін дарғасады, таспен атқылайды және жардан лақтырады. Бұл яғни тек шариғат бойынша ғана, шариғат бойынша және адамдар естіген өсекке байланысты нақты дәлелсіз тек шариғатқа сүйене екі адамның өмірін алып кеткен болатын. Осы жерде ең бірінші рет Абай Құнанбайға деген өз ренішін байқайды, сол елдегі әділетсіздікті байқайды. Және осы кезде өздеріңіз білетіндей, Абай бұл жағдайды басқаша қарастырғысы келді. Неге мысалға дәлел жинамасқа, тек бұл жерде бір қойшының әңгімесіне ғана сене екі адам өмірін алып кеткен болатын. Және тағы да бір мысалға, Абай би сайлауы кезінде парақорлыққа қарсы болады. Бұл дұрыс емес деген секілді, барлығы әділ түрде адамның ақылына байланысты, халық даусына байланысты сайлану керек деген кезде, ал Құнанбайдың көзқарасында, Құнанбайдың түсінігінде ол парақорлықты саяси тәсіл, саяси қару ретінде көрген болатын. Және бұл екі буын адамы кезінде, екі заманның адамы ғой, арасындағы рухани күрестің көрінісін көрсетеді бізге. Шығарманың бізге тарихи шынайылығын айтатын болсақ, романда оқиғалар тек фантазия, ойдан шығарылған қиял әңгіме емес, бұл тарихи деректерге негізделген. Яғни Құнанбай ол нақты тарихи тұлға, өйткені ол Меккеге барған қажы адам, би болған. Ал би болғандығынан бұл жерде осы кезде бізде нағыз тарихи шынайылық көрінеді. Ол би болған кезінде Құнанбайға көптеген арыздар түсіп, парақорлықтың кесірінен басқалар осы кезде Орынборға ол кезде кеңес үкіметіне көптеген шағымдар жинап, біз Абайдың фильмін көретін болсақ та, кітабын оқитын болсақ та, бұл жағдай өте нақты сипатталады. Құнанбайды орыс солдаттары келіп ат-арбамен алып кеткенін көретін боламыз. Ал бұл жерде бұл олардың да КСРО тарихында да, орыс тарихында да нақты жазылған тарихи сәт, тарихи оқиға. Сол себептен бұл ешқандай тек әдеби қиял емес, бұл нақты тарихи оқиға. Және шығармадағы көптеген билер мен болыстар да қазіргі кезде біз кітаптардан оқып жатамыз, яғни олардың қазақ тарихындағы шынайы адамдар екенін біле бастаймыз. Мысалы, Абайдың оқушылары Шәкәрім Құдайбердіұлын да алуға болады. Бұл шығарма деректік те, шығармашылық та бізге құндылық береді. Абайдың ағартушылық қызметіне келетін болсақ, Абай ол тек өз дәуірінде емес, халықтың ұстазы, ағартушысы болды. Оның бір сөзі бар: білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез деп айтады. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын ол көз деп, жастарды ғылым мен білімге құштарландыра, өзіне соларға қарай жол ашады. Әйтпесе, жай қазақтың оқу деген түсінігі жоқ адамға келіп оқуға бар десең, ол ешқандай жай ғана
ауызекі сөйлеу стилімен айтатын болсам, менің ойымша ешқандай адам көне қоймайды. Ол адамды бір қандай да бір жігерлендіретін, күш беретін, бір адам бойын тітіркендіріп жіберетіндей сөз айтылған кезде ғана адам өзінің көзқарасын өзгертеді деген ойдамын. Және Абай бұны түсіне алған. Және Абай тек қазақ орыс тілі емес, осы орыс тілімен, орыстармен сөйлесу үшін емес, тек ол араб тілінде білген, және өз заманында Еуропа мен шығыс білімін қатар меңгерген, халыққа түсінікті тілмен жеткізе білген. Жаңағы айтып кеткенде Абай орыс тілін үйреніп, Пушкиннің, Лермонтовтың шығармаларын қазақшаға аударып, аударма мәдениетінің негізін салып кеткен болатын осы жерде. Бұл да тағы бір болашақта дамитын көптеген қазақ саясатында және мәдениетінде орын алатын оқиға болады. Ал бұның бастамасын бізге Абай бастаған болады. Ал осы жерде біздің көп қазіргі замандағы әйелдердің мінезіне, көзқарасына қайшылық көрсетуге болады. Себебі олардың айтуынша бұрын қазақ әйелді сыйламаған дейді мысалға. Ал бұл жерде Абай жолында, Мұхтар Әуезов жазған Абай жолында Абайдың әйел теңсіздігін қалай көтергендігін көрсетеді. Ол әйел теңсіздігін қалай орнатқысы келгенін көрсетеді. Шығармада мысалға әйелдің қоғамдағы орны, олардың еркіндігінің жоқтығы терең бізге суреттеледі. Себебі олардың 4 әйелі бар, мысалы, бір еркектің. Ол яғни тұқым көбейту үшін, халық санын көбейту үшін. Себебі қазақта мақал бар. Алтау атадан туса, бірі арадан туады деп. Мен ұмытып қалып кешірім сұраймын. Сол себепті адамда небір көп бала болатын болса, сол бір ол жерде бір интеллигент, ақылды бір бала туылатынына, талантты бала туылатынына шанстар көп болатын. Бұл қазірде медицинамен дәлелденген. Ал қазақтар оны білген. Мысалға, Тоғжан, Әйгерім, Базаралының әйелінде сияқты кейіпкерлер арқылы біз қазақ әйелдерінің тағдырлары көрсетіледі. Мысалға, Тоғжанның атастырылғанын, Абаймен қосылмаған бізге жай трагедия, Абай осылай қызымен қосыла алмады деп көрсеткенде ойлайтын болсақ, сіз қателесесіз. Себебі бұл жерде Тоғжанның болашақ өмірін ол туылмай жатып шешіп тастаған оның әкесі. Тоғжанның өмірін, мысалы, өзіңіз де ойлайтын болсаңыз, бізде қазір барлығымызда еркіндік бар. Ал сен тумай жатып, сен үшін біреу шешім қабылдап қойса, бұл өте бір қиын қабылдауға елестете алмайтын нәрсе секілді көрінеді. Ал сол кезде Тоғжан үшін бұл қабылданып қойған еді. Ал бұл Абай бұндайға қарсы болды. Соның қарсы болғанның әсерінен біз осы жерде Абай қаншалықты әйел теңсіздігін орнатқысы келгенін, әйелдерге барша жақсылығы жасауға тырысқанын көруге болады. Және мысалы, Тоғжан сүйген адам болмаса да атастырылған, Абай да атастырылған, Тоғжан да атастырылған. Яғни сомен адаммен тұрмыс құруға мәжбүр болды. Ол адам сүймейді, танымайды. Бір көрісті, сөйлесті, кім екенін білді, ары қарай үйленді. Ары қарай ол мүмкін бір-бірінің тең емес шығар, бір-біріне келмейтін адам шығар. Жоқ, ондай ойланыс жоқ. Тек екі адам бір-бірін болашағында мансап көздеуінде, немесе бір достық қарым-қатынас ұстап тұру үшін өздерінің балаларының болашақтарына балта шабады. Бұл көбінесе қыз балаға қиын, себебі қыз бала тек тұрмысқа шығады. Ал еркек, мысалы, Тоғжанға үйленетін болса, ол артынан Тоғжанға ұқсаған Әйгерімді өзіне әйел етіп алады. Бұл жерде, мысалы, еркек адам өзінің махаббатын қайтадан таба алады деуге келеді. Ал әйел адам тек тағдырдың жазғанымен шүкір етіп отырады. Яғни Абайдың өлеңдері мен қара сөздері бар. Яғни Абайдың шығармашылығы, ол қазақтың рухани байлығы.
Оның әрбір өлеңінде терең мағына, философиялық ой бар. Мысалы, интернетта оқып жүр деген өлеңінде ол жастардың тек киімге, сәнге еліктемей, білім мен адамдықты әдеп ғұрыпқа үйренуге шақырады. Қоғамдық ой мен сын айтатын болсақ, біз бұл жерде және қосымша романда рушылдық, жаңағы руға бөлініп, бір ұлт, бір қазақ болса да, бірақ екі ру бір-бірін өлімге дейін апарған болатын, өлімге дейін соғысқа барғанын көруге болады. Мысалға, Абай ауылы мен Бөжей ауылы. Екеуі үлкен соғыс ашып жіберген болатын, бір-бірін өлтірді. Ал соңында не болды? Соңында ештеңе, бір-бірі қаза тапты, кішкентай бала қаза тапты, біреу аурудан қайтыс болды. Ешқандай бір жақсылық жоқ, тек қана өлім. Болмайтын бөлінушілік және болмайтын намыстың кесірінен осыны Абай дұрыстағысы келген болады. Және парақорлық қазір де бар бізде, елде тоқтаусыз жүріп жатқан, еш тоқтай алмай жатқан, және осыны өзгертетін ол біз. Сол себепті біз әрбір шешімге берік болу керекпіз, әрбір айтқан сөзге берік, және өзіміздің берген серттерімізге нық берік ұстау керекпіз. Және әділетсіздік сияқты қоғам дерттері терең сынға алынады. Бұл кітапты шығару барысында да айта кететін болайын. Бұл кітапты басында шығартпаған Совет үкіметі бұл кітапқа крест қойған болатын. Себебі бұл жерде кеңес үкіметінің бізге саясатын көрсетіп қояды, қалай отарлау бастап жатқан, парақорлықты көрсетіп қояды, және кеңес үкіметінің өзінің адамдарын Қазақстанға әкеп, кеңес үкіметі қалай біздің жерлерді бөліп жатқан, қандай әділетсіздік жасап жатқан, барлығын көрсетеді. Ал бұл кітап үлкен аренада, сол уақытта дереу шығып үлкен әлемдік аренада орын алатын болса, кеңес үкіметіне дейтін көзқарас өзгеретін еді. Сол себептен бұл кітапты да Абай жолы ретінде біраз кейіпкерлер, біраз оқиғаны шифровать етіп жазған болатын. Және бұл өте бір оңай нәрсе емес, өздеріңіз байқағандай. Бұл кітаптың шығуының өзі бір тарих, ал оның ішінде өте үлкен тарих жатыр. Мен бұл кітапты сіздерге оқуға өте кеңес беремін, себебі мен бұл кітапты өзім оқу барысында күлетін жерінде, мысалы, бұл кітап ең басында күліп бастатқанымен ары қарай ойландыра отырып адамды жылатады, күрсіндіреді, және адамға бір түсіністік қалыптастырады, яғни адамға осознание келеді. Бұл кітап оқитын болсаңыздар, қазіргі заманмен де, қазіргі біздің тұрып жатқан саяси биліктермен барлығы сәйкес келеді. Бұрынғыдай тек қана жаңа технологиямен орыс тілінде, яғни барлығын көрсетеді бізге. Бұл кітапты сіз оқи отыра, сіздің ойлау дүниеңіз барлығы өзгере түседі. Ойлау дүниеңіз барлығы өзгере түседі. Әрбір оқыған кезде бір ерекше сезім қалады, денеңіз түршіге оқиды. Яғни қорытындылай келетін болсақ, Абай жолы ол тек әдеби мұра емес, бұл ұлттық сана мен танымның алтын көпір екендігіне көз жеткізе аламыз. Бұл қазақтың маңдайына біткен сол кездегі бір мықты бір білім көзі деп айтуға болады. Өйткені бұл кітапты бағанадан айтып келе жатқандай, оқи алсаңыз, егер сіз бұл кітапты оқи алатын, түсіне алатын болсаңыз, сіз бұл жерде уже білімді адам болып саналасыз. Себебі бұл кітапты оқудың өзі бұл әдеби жазылған. Бұл кітапты оқудың өзі бір білім керек, және оны түсінуге тағы бір білім керек. Және бұл кітап баршамызға осындай ой салатын кітап, және бұны ары қарай болашақ ұрпаққа оқыта отырып, бұрын қандай болған және қазіргі заманмен салыстыра көруге болады. Яғни Абай секілді ақыл мен парасатқа, әрбір мәселені сөзбен, ақылға салып шешуге болатынын үйретуге болады. Осымен біздің кітап көркем әдеби шығарманы талқылауымыз аяқталды. Барлықтарыңыздың назарларыңызға рахмет.